Келесі Қазақстанда кәсіпкерлердің ең үлкен індет ауруларының бірі өкінішке орай ол бағаны түсіру, яғни бағаны түсіріп сату, демпинг мәселесі. Ол демпинг деген стратегия қай кезде жұмыс істейді? Егер де сен үлкен алпауыт жаңағыдай оптовик болатын болсаң, сенде финансовый мүмкіндіктерің өте көп болса, қаржылық сауаттылық деңгейің жақсы болса, ол жаңағыдай нарыққа сен демпингпен кіресің да, сен сол арқылы конкуренттерді ығыстырасың да, сен нарықты жаулап алуыңа болады. Ол стратегия сол кезде ғана дұрыс жұмыс істейді. Егер де сен кішігірім кәсіпкерсің ба, жұмысыңды істеп жатсың ба, оборотың көп емес па, ондай бағаны түсіру арқылы пайданы көтерем, жаңа сауданы көтерем деген өте үлкен қателік. Неге? Өйткені сен сияқты ойлайтындар көп, яғни кез келген мәселені, саудаға қатысты мәселені бағаны түсіру арқылы шешетін. Біріншіден, екіншіден, сен бағаны түсірген кезде сен оны қайттан көтеру, жаңағыдай сенің пайдаңа ол тікелей әсер етеді. Яғни сенде ары қарай дамуға, ары қарай жаңағыдай реинвестиция жасап, компанияны дамытуға, масштабировать етуге ақша қалмайды, ресурс жоқ. Үшіншіден, сен командаңа дұрыс бағыт бермейсің. Неге? Өйткені командаң бір бағаны төмен түсіріп, сатып үйреніп қалған екен, ары қарай олар нормальный бағамен сата алмайды. Сондықтан да ең бірінші мәселе, сауда мәселесі, қазір продажа азайып туындап жатыр ма, бірінші ойға келетін баға түсіру болмасын. Ол өте үлкен қателік. Біз баспен сауданы көтеруге тырысуымыз керек, бағамен емес. Сондықтан да кәсіпкерлер өкінішке орай сол індеттен арылуымыз керек. Сол кезде ғана біздің бизнес алға қарай өрбитін болады.